қалбаны көргенде енді, конечно, онда ол жүрегім, қан тамырым сондай бір керемет соқты да, и көзімдегі жасымды тия алмадым. Қажылыққа Алла тағала өзі қонақ ретінде шақырады деп, сол действительно қонақ сияқты болдық қой, бәр жерде бәрі өте оңай болды. Өзім ойлаймын, енді бұл өмірде қолынан келгенше жақсылық істеу керек адамдарға. Сонда каждый адам сол кішкентай мелочь болса да қуанып нетсе, ол адамға как плюс идет. Да. Мынандай бір сөз бар да, қажылықтан кейін басталады деген секілді. Қажылықтан кейінгі елге келген кездегі өмірлеріңіз қалай өзгерді? Көбісі айтып жатады, умраға барып келгеннен кейін барып өмірім 180 градусқа өзгерді, 160 градусқа өзгерді деген секілді. Умраға дейінгі Алма ханым қандай еді? Умрадан кейін не өзгерді, не түйді? Одан кейін үлкен қажылық бітті деген соң, енді ол сезімді тоже прям передать невозможно, потому что это бір керемет, мойнынан бір жүк түскендей деп жаңа айттыңыз ғой, сондай болады да, бір үлкен бір Алла тағаланың разылығы үшін бір үлкен жұмыс істеген сияқты болып тұрсың да, сондай парызын енді оны Алла біледі ғой, енді қалай ол, но бірақ та енді шын жүрегімен хотелось, чтобы Алла тағала принял все наши дуа. Ассалаумағалейкум, құрметті Қызмет Саяхат YouTube каналының оқырмандары. Бізде кезекті шығарылым, сіздермен қайта қауышқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Бүгін бізде ерекше формат, ерекше сұхбат болайын деп отыр. Бізде жаңа рубрика десек те болады. Аллахтың қалауымен біздің Қызмет Саяхат компаниясы арқылы үлкен қажылыққа, кіші қажылыққа барып келген қажыларымызбен сұхбаттасып, ол кісілермен ой алмасатын боламыз. Енді бүгінгі біздің подкастта қозғалатын тақырып біздің қажымыз Қызмет Саяхат компаниясы арқылы үлкен қажылыққа барып келген Алма ханым. Қош келдіңіз. Өзіңіз жайлы көрермендерге кішкене таныстыра кетсеңіз. Енді менің атым Алма болады. Мен өзім 1965 жылғы туғанмын. Алматы қаласында. Осы Алматы қаласында жұмыс істеймін. Жерде тұрам, Алматыда. Енді бүгінгі подкастты бастайын деп едім, осындай сөздермен Алла тағаланың құдіреті керемет деген сөзден, өткені кішкентай өзімнің өмірімнен бір эпизод айтайын деп едім. 1995 жылы менің жолдасым қайтыс болған. Сонда мен балалармен қалдым да, енді ол балалар ғой, соны ойлағам, қалай бұл балаларға жақсы тәрбие берсем екен деп, жақсы білім берсем екен деп, сондай көп ойланып жүрдім. Конечно, маған жолдасымның туысқандары көмектесті, ол кісілер әрқашанда қасымда болды. Но бірақ та енді любой ананың несі сол ғой, балаларына дұрыс тәрбие беру. Соны барып, енді ол балаларға білесіздер ғой, оларға енді бір кішкене такое мужское воспитание болу керек, бір ер азаматтар болсын, бір жақсы азаматтар болып өссін деп, сол көп ойландым. Но Алла тағала құдіреті керемет деп айтам, өйткені Алла тағала сонда үлкен балам айтты, мама, мен намаз оқимын деді. Сонда ол 12 жасында. Мен шын айтсам кішкене неттім. Но ойладым, енді бұл бала жас қой, еще всю серьезность, всю ответственность еще түсінбейді деп. Намаз оқыған енді, это же не просто деп сөйтіп ойладым. Жоқ, оқимын деп талпынды да, Алла тағаланың қалауымен намаз оқып кетті. Енді уже кішкене енді балаларым, альхамдулилля, Аллаға шүкір, өсті. Енді сол осы айтайын дегенім, Алла тағаланың құдіреті керемет. Сонда менің қанша ойларым болды, сомненияларым болды. Сонда тем не менее Алла тағала өзі маған көмектесті, осындай Ұлдарды тәрбиелеуге. Иә, сондай осы дұрыс жолмен жүрулеріне, сондай дұрыс тәрбие алуына бір Алла тағалаға мында бір шүкіршілік етемін.
түсінікті керемет. Иә, енді ойлаймын әрбір ата ананың арманы балаларының дұрыс жолда жүріп дұрыс тәрбиемен өскенін қалайды ғой. Осыда енді бір Алланың мейірімі түсті деп отырсыз ғой. Иә. Енді Алма ханым, бүгінгі біздің негізгі сұхбатымыз осы қажылық, үлкен қажылық барысында болайын деп отқанын білесіз. Өзіңіз біздің компания арқылы үлкен қажылыққа бардыңыз, иә? Қай жылы бардыңыз? Сол процесс қалай болды? Үлкен қажылыққа, жалпы қажылыққа баруға не септігін тигізді, не әсер етті? Негізі мен намаз оқып бастағанда, сонда мен сол уақыттан бастап үлкен қажылыққа баруды армандап едім. Бір Құранды үйренем деп Мегатау деген жерден сабақ алып жүрдім ұстаздардан. Сонда ішінде бір кісі болды, өкінішке орай сол кісінің атын ұмытып қалдым да. Ол кісі айтты, мен осы қызмет саяхатпен қажылыққа барып келдім, енді тағы да мүмкіншілік болса обязательно осы тағы да барам осы компаниямен деп. Сондай сол кісіден сондай естідім да, кісі солай айтты да. Мен де ойладым, қандай компания екен бұл деп. И где-то 2019 жылы бастап прямо плотную, прямо решительно осы компанияға барып, заявкамды қалдырып, 2019 жылы уже сол жерден бастадым. Сол, дайындығымды бастадым да сол кезде. Одан кейін пандемия болды. И 2022 жылы сол Алла тағаланың қалауымен үлкен қажылыққа бардым. Алғашқы умра сапарына бардыңыз, иә? Жоқ, сразу үлкен қажылыққа бардым. Түсінікті. 2022 жылы, иә? Иә. Түсінікті. Енді қараңыз, үлкен қажылық ол умрадан қараған кезде өзінің ерекшеліктері бар, иә? Енді үлкен қажылыққа баратын ақшаны өзіңіз енді жалғызбасты ана болдым деп жатсыз. Сізге табу қиынға соқпады ма? Жалпы қалай болды ол процесс? Соны айтып отырмын ғой, Алла тағаланың құдіреті керемет деп тағы да айтқым келеді. Өйткені біз ол үлкен қажылыққа бардым, мен, сіңілім, үлкен балам, үшеуміз бардық. Алла тағаланың көмегі болды. Түсінікті. Алла тағала мейірім тікті. Осы тұста енді көріп отқан оқырмандарға да айтқымыз келеді. Үлкен қажылық болсын, кіші қажылық болсын, умраға барғысы келетін адам үшін ол ақша себеп емес, шын ниеті, дұғасы болған адамға Алла тағала міндетті түрде мейірімін төгеді деп айтсақ болады, иә? Түсінікті. Енді келесі сұрағым, үлкен қажылыққа барған кездегі сезімдеріңізбен, сол жақтағы өткен күндеріңіздегі сезімдермен, жалпы Қағбаны алғаш көрген кездегі сезімдеріңізбен бөлісе аласыз ба? Қалай болды сол процесс? Енді осы қызмет саяхат компаниясымен үлкен қажылыққа бардық. Сонда осы компанияның сондай бәрі жағынан бір керемет екенін сонда білдім. Өйткені сол кісілердің, сол компаниядағы істеген сотрудниктердің бәрінің өздерінің жұмысқа деген жауапкершілігі, я сондай өздерінің сондай жұмысқа деген махаббаты, ответственность деген сияқты сондай өте керемет болды. Бәрі керемет, было все организовано четко, от еды до гостиницы, до экскурсии. В общем, енді бір керемет әсер етті бізге, бәрімізге. Ал енді біз бара жатқанда уже, это где-то самолетта басталды ғой. Лябайк Аллаху лябайк деген сондай сөзбен бастадық, сол жол бойы сол сөзді айтып келе жаттық. Енді Кағбаны көргенде сонда, видимо, сөздері бәрі сондай әсер еткен ғой деймін, сондай бір энергия. И Кағбаны көргенде енді, конечно, онда ол жүрегім, қан тамырым сондай бір керемет соқты да, и көзімдегі жасымды тия алмадым, шын айтсам. Алғаш рет үлкен қажылыққа барған кезде 57 жаста болдыңыз, иә? Жаңа айтып отырсыз, енді ол жаққа барған кездегі сезім өте ерекше, Қағбаны көрген кездегі деген секілді. Жалпы 57 жасар үшін, 57 жасар Алма ханым үшін үлкен қажылық қиын болмады ма? Енді көптеген қазіргі үлкен кісілерге айтып жатсақ, мен денсаулығым жарамайды, аяғым жарамайды деген секілді әртүрлі жаңағы жауаптар беріп жатады. Осы тұста бір өзіңіз айта кетесіз бе, пример ретінде 57 жасар адам үшін үлкен қажылықтың машақаты қалай болды? Енді тағы да айтқым келеді, Алла тағаланың құдіреті керемет деп.
өйткені осындай жақсы компаниямен бардық, бәрі қай жақта жатамыз, қандай тамақ ішеміз деген ондай ой болмады. Біз тек қана Алла тағалаға құлшылық жасаумен болды. Керемет ұстаздар болды. Бізге сол қажылықты жақсы өтеуімізге сол ұстаздар көмектесті. Қажылық да өте жеңіл өтті. Өте Алла тағала өзі айтады ғой, қажылыққа Алла тағала өзі қонақ ретінде шақырады деп. Сол действительно қонақ сияқты болдық қой. Бәрі өте оңай болды. Түсінікті, керемет. Енді осы үлкен қажылық сапар барысында бір өзіңізбен жолыққан немесе өзіңіздің басыңыздан өткен бір оқиғалар жайлы немесе бір ерекше болған жайттар жайлы айта аласыз ба? Қандай бір ситуациялар болып еді, сынақтар болды ма? Енді қажылық ол сынақ дейді ғой. Бір күні мені бір қажы апа қонаққа шақырды. Сол жаққа барғанда, енді кішкене мен ол кісіден енді жасырақпын, көмектесіп сол кісінің разылығын алдым да, ол кісі сондай риза болды маған, и андай қажылыққа барған несін жилеткасын сыйлады маған. Сол жилеткасын айтты, мен саған шын жүрекпен сыйлаймын. Ол кісі бірнеше рет қажылыққа барып келген кісі. Енді сол сыйлық маған сондай бір керемет қымбат болды да мен үшін, өйткені мен енді Алла тағала бұйырса екен маған үлкен қажылыққа баруға деп ойлап едім. Сол жылы қажылыққа бардым, үлкен қажылыққа. Түсінікті. Машалла, Алла тағала ниетіңізді қабыл етсін. Жалпы енді көріп отқан өзіңізбен жасты кісілер бар немесе жас буын өкілдері бар. Сол кісілерге үлкен қажылыққа, кіші қажылыққа ниет етіп жүргендерге бір қандай кеңес немесе бір ой айта аласыз ба? Өйткені біздің сөзіміз арқылы себеп болып көптеген көріп отқан оқырмандар умра сапарына барып жатса, ол да бізге бір сауап деп ойлаймын. Сеніңіздер, Алла тағаланың құдіреті керемет. Алла тағала сіздің армандарыңызға обязательно оны жеткізеді. Только оның бәрін жақсы ниетпен, жақсы іспен көрсету керек. Алла тағала, өзім ойлаймын, енді бұл өмірде қолынан келгенше жақсылық істеу керек адамдарға. Сонда каждый адам сол кішкентай мелочь болса да қуанып нетсе, ол адамға бәріне как в плюс идет. Да. Түсінікті, керемет, иә. Енді жаңа айтып жатсыз, умра сапарына сестрамен бірге және де баламен бірге бардым деп жатсыз, иә? Үлкен балаңызбен дедіңіз, иә? Енді ол жақта жүріп, ол жақтың сезімін сезініп көрдіңіз, жалпы ол жақтың қасиетін барлығын өз көзіңізбен көрдіңіз. Енді Алла қаласа қайта бару ойыңызда бар ма, жоспарда жалпы? Алла тағала бұйыртса, енді конечно барғым келеді, өте барғым келеді. Енді бір ол керемет ощущения такие, которые не передать словами. Вообще это барғым келеді. Енді өзім ойлаймын, Алла тағала бұйыртып немеремен барсам ба деп ойлаймын. Машалла, қазіргі таңда немереңіз бар. Немерем, иә. Түсінікті, керемет. Алла тағала ниетіңізді қабыл етсін. Қараңыз, енді қазіргі біздің болып жатқан подкастымызды көрермендерге түсінікті болу үшін былай бөліп қарастырсақ, умраға дейінгі өзіңіздің оқиғаларыңызбен айтып бердіңіз, қалай бардыңыз, кімдермен бардыңыз, қандай компаниямен бардыңыз деген секілді. Енді бөліп қарастырсақ, қазіргі умра кезіндегі нелерді, процесстерді айтып жатырмыз ғой. Одан кейін умрадан кейінгі процесстерді айтайық. Қазір мен үшін қызық, мен білсем, енді 2022 жылы ол енді карантиннің ең аяқталып жатқан басты уақыттар, иә. Қазіргі таңда енді умраға баратын болса, ол жақта адам өте көп, тығыз, былай айтқан кезде қозғалу процесі өзінің бір машақаты бар. Ол уақытта адам саны қалай болды жалпы ол кезде? Адам саны енді көп болған жоқ, бірақ та болды. Онша да прям білмеймін, енді может быть мен сравнение не могу сравнить, потому что мен бірінші рет бардым ғой. Білмеймін, енді вроде бы адамдар да көп болған сияқты. Бірақ сіздерге қолайлы болды, иә? Аллахтың қалауымен құлшылық жасау. Өте жеңіл, өте жақсы болды бәрі жағынан. Өту Сафа Маруан да өту жеңіл болды. Бәрі жағынан болды. Өте сондай керемет болды. Түсінікті, керемет, иә. Енді тағы бір нәрсе айтқым келеді. Бізде мынандай бір оқиға болды. Менің өзімнің әжем осы Аллахтың қалауымен умраға барып келді. Ол кісінің аяғы сырқат болатын. Ол кісі басында ойланды, барсам ба, бармасам ба, қалай болады екен, аяқпен кішкене не бола ма деген секілді. Басында кішкене отказ беріп жүрді. Бірақ енді Аллахтың қалауымен барды. Барып келгеннен кейін сұрасам, айтады, енді Аллах тағаланың мейірімі
барған кезде екі аяғымнан тік тұрып, жастардан қалыспай тауап жасап деген секілді, бірден ол жаққа барған кезде ауруларымды ұмытып кеттім дейді. Сол секілді енді өзіңіз де 57 жасыңызда Аллахтың қалауымен енді умраға бардыңыз. Сол секілді бір ойыңызбен бөлісе аласыз ба? Қандай да бір сізде бір барған кездегі бір қорқыныш болды ма іштей, мына жерім сырқаттанып тұратын еді, мына жерім мынандай еді деген секілді, бірақ та соның бір енді Аллахтың мейірімі ғой ол жақта. Сондай бір ойыңызбен бөлісе аласыз ба? Қалай болды жалпы сізге өзіңізге денсаулық тұрғысынан? Дұрыс айтасыз, иә. Мен сол қажылықтың алдында барайын дегенде давлением көтеріліп жүргенде соны ойладым, қажылыққа барғанда сонда давлением көтерілсе не істеймін, ол жақта ыстық қалай болады екен, ол жақта не құлшылық жасау керек, қалай болады, соған дайындалып заранее докторға барып дәрілерді выписывать етіп, соларды бір ай ішіп үйреніп, сол дәрілерге сөйтіп енді солай дайындалдым да. Но сразу самолетқа отырған соң, одан кейін қажылыққа барып келгенше давление 120-да 80 етіп просто бір не болды да, как сказка сияқты болды вообще. Енді просто мен даже айта алмаймын қалай болды. Давление деген онда вообще мұттық. Иә, сондай бір керемет Алла тағаланың мейірімі, сондай керемет. Иә, әрине енді бұны қазір енді көріп отқан көрермендерге мынау аяғынан тұрып жүріп кетті, біреу балдағын тастап кетті, немесе давлениясынан құтылды десек, бір ертегі секілді көрінуі мүмкін, бірақ та енді Алланың мейірімі, Алланың құдіретінде шек жоқ. Ол жаққа барған кезде оның үстіне сондай бір қасиетті мекенге, Мекке Медина қаласына барып тұрған кезде ондай жағдайлар өте көп орын алады. Оны бір Алла тағаланың мейірімі деп алсақ болады, иә. Одан бөлек енді жаңағы үлкен қажылықтың процестерінің бірі жаңағы Арафат тауына баруда. Арафат енді айтады, үлкен қажылық арафатсыз қабыл болмайды деген секілді нәрселерді айтады. Үлкен қажылықсыз, арафатсыз үлкен қажылық жоқ деген секілді. Енді осы Арафатқа барған кезде сол жақта арнайы уақыт болады. Бесін намазына дейін, бесін намазынан ақшам намазына дейін дұға тілеуге, дұға жасауға деген уақыт болады. Сол процесс сіз үшін қалай өтті? Сонша уақыт бойы қандай дұғалар жасадыңыз? Жалпы сол жайлы бөлісе аласыз ба? Сол Арафат тауындағы сезімді өзіңізбен. Тағы да айтқым келеді, Алла тағаланың құдіреті керемет деп. Өйткені біз как раз Арафатта болғанда, сонда анау күнде онша ыстық болмады, аспанда бұлттар болды да, сондай енді ауа райы өте керемет болды. Енді дұға жасадық, иә, көп дұға жасадық. О жақта компанияның керемет ұстаздары керемет дұға жасады, сондай жүректі сондай тебірентетін сондай керемет дұға жасады. Өзіміз де ішімізден, конечно, дұға жасағанда в первую очередь ойлаймыз ғой, сол өзіміздің семьяларымыз, балаларымыз туралы, өзіміздің Қазақстан туралы, өзіміздің отанымыз, жер, өмір, қоғам, адамдар үшін, еліміз үшін. Мир во всем мире болсын, бәрі жақсы адамдар, бәрі жақсы өмір сүрсін, сондай жер тыныш, ел тыныш болсын деп сондай дұғаларды жасадық. Түсінікті. Енді иә, тағы да бір сұрағым келетін нәрсе, енді Арафат тауында бесін намазынан ақшам намазына дейін уақыт, дұға жасау уақыты дедік қой. Сол тұста енді көп өзіңізбен жасты кісілер барған шығар, үлкен кісілер барған шығар. Ол кісілердің барлығы бірдей намаз оқи бермейді, ол кісілердің барлығы бірдей дұғаларды жатқа біле бермейді деген секілді. Осы тұста компания тарапынан, компания ұстаздар тарапынан қандай да бір мүмкіншіліктер, көмектер көрсетілді ме? Сол жайлы айта аламыз ба? Қандай радио гид деген секілді қандай да бір сіздерге? Енді ол осы қызмет саяхаттың компанияның ұстаздары, это бір керемет ұстаздар. Оларды бір, можно сказать, с большой буквы можно говорить о них, можно писать о них, потому что олар действительно әр қажыға өте ерекше көңіл бөлді. Білмейтін жерлерімізді көмектесіп айтып, көмектесті. Жалпы сіздерге бір көмек көрсетілді, иә? Ұстаздар тарапынан дұға айту жағынан жалпы сіздерге қолдау беріп, қандай дұға айту керек, не айту керек, не тілеу керек, жалпы соның барлығынан компания тарапынан жағдайлар жасалды. Жасалды, иә. Керемет. Жоқ, қызмет саяхат компаниясында керемет ұстаздар, керемет сотрудниктер, керемет жігіттер істейді екен. Солар өздері жұмыстарына өте ответственно, өте с душой, с сердцем относятся. Сондай бір енді
енді сөзбен жеткізе алмаймын, сондай қандай сол Бірақ кісілерге сізге барлықтарына ұнады. ризамын. Иә, Ұнады. өте ұнады. Түсінікті. Енді үлкен қажылықтың мына процесстерін қарап отырсақ, оның өзі бір былай айтқан кезде нәпсіңнің сыналу уақыты ғой. Алғашқы келген кезде қонақ үйден кейінгі жаңағы Минаға бару, Минадан кейін барып Арафаттан қайта Минаға келіп жерге жатқан кезде деген секілді процесстердің барлығы былай айтқан кезде нәпсіңді сындыру процесі, жоғарыдан төмен қарай түсу. Осы тұста нәпсілеріңізге қалай тиді, жалпы қандай сезімде болдыңыздар, бара жатсыздар, андай процессті көзбен көріп жатсыздар. Ол жерден де айтады ғой, байың да, кедейің де, миллионерің де барлығы бірдей деңгейде болдыңыздар да. Сол тұста сіздерге қалай әсер етті ол? Енді қажылық деген бір айтып тұрмын ғой, осы қажылық бір өте керемет болды. Ешқандай бір қиыншылықты да көрмедік. Бәрі жатқан гостиницамыз бұл керемет болды. Ішкен тамақтарымыз өте жақсы болды. Барған даже Минада жатқанда сонда күн ыстықта даже суық сулар болды, например. Вот, енді керемет. Арафатта өте жақсы условиялардың бәрі өте керемет болды. Сондай бір қиыншылық болды деп айта алмаймын. Аллаға шүкір. Енді келесі айтқым келетін нәрсе, мына үлкен қажылық уақыты бәрібір енді ол біздің мойнымызға бір парыз ретінде бекітілгеннен кейін барып, осы үлкен қажылықты өтеу барысында арнайы өзінің бір несі бар ғой, алгоритмдері жүріп өтетін. Сол барысында бәрібір мойнымызда бір жүк тұрғанын сезінеміз, бір машақатты сезінеміз, ауыртпашылық, жүк деген секілді. Енді соңғы күні үлкен қажылық процесі аяқталуға таяды, құрбандық шалынды, ұстаздардан үлкен қажылығымыз аяқталды деген сөз келгеннен кейін барып, көптеген енді барып келген қажыларымыз айтады, бір мойнымыздан бір жүк жеңілдеп, мойнымыз кәдімгідей жеңілдегенін сеземіз дейді. Сіздерде осы бір процесс қалай болды? Үлкен қажылық аяқталды дегеннен кейін барып қандай сезім болды сіздерде? Иә, қажылықта жүргенде, конечно, бәрін дұрыс жасасам екен, бәрі Алла тағала қабыл етсе екен дұғаларымды деп, соның бәрін солай құлшылық жасайсың ғой, соны переживать етесің, ананы істеуге болмайды, мынаны істеуге болмайды деген, сондай бәрі кейбір жерлерде ограничениялар болады. Одан кейін үлкен қажылық бітті деген соң, енді ол сезімді тоже прям передать невозможно, потому что это бір керемет, мойнынан бір жүк түскендей деп жаңа айттыңыз ғой, сондай болады да, бір үлкен бір Алла тағаланың разылығы үшін бір үлкен жұмыс істеген сияқты болып тұрсың да, сондай парызын енді оны Алла біледі ғой, енді қалай ол, но бірақ та енді шын жүрегімен хотелось, чтобы Алла тағала принял все наши дуа, все, и біздің құлшылығымызды Алла тағала қабыл етсін деп сондай немен жүрдік. Амин. Иә, Алла тағала енді үлкен қажылықтарыңызды қабыл етсін, қайта барып нәсіп етсін. Одан бөлек қойғым келетін, енді үлкен қажылық аяқталды, барлық алгоритмдерді аяқтадыңыздар, процесс аяқталды. Енді мынандай бір сөз бар да, қажылықтан кейін басталады деген секілді. Қажылықтан кейінгі елге келген кездегі өмірлеріңіз қалай өзгерді? Көбісі айтып жатады, умраға барып келгеннен кейін барып өмірім 180 градусқа өзгерді, 160 градусқа өзгерді деген секілді. Умраға дейінгі Алма ханым қандай еді? Умрадан кейін не өзгерді, не түйді? Енді, наверное, действительно қажылық бір какой-то әсер еткен шығар, өйткені негізі мен өзім кішкене мен более-менее уже спокойный болдым, более-менее кішкене бәріне көзқарасым кішкене өзгерді. Өйткені ойлаған бұрын басқаша ойлайтын, қажылықтан кейін уже басқаша ойлайтын болдым. Бәрі все в этом мире быстротечно, и только бір Алла бәрін біледі, бір Алла бәрін жөндейді деген сондай сезімге келдім. Енді мынау аман есен елге келдіңіздер үлкен қажылықтан кейін. Енді мынандай бір сөз бар ғой, Алла тағала қол жайып дұға еткен пендесінің қолын құр қайтарудан ұялады деген секілді. Енді біздің әрбір дұғамыз ол Алла тағаланың құзырында қабыл. Одан бөлек енді қасиетті мекенге барып, оның үстіне Алланың өзінің қасиетті қылған Қағбатулласының алдында тұрып тілеген дұға, ол көбінесе моментально қабыл болып кетіп жататын жағдайды өте көп кездестіреміз да. Осы тұста сол қасиетті мекенге барып, тілеп, кейіннен елге келіп, Алланың құдіретімен тезірек қабыл болып кетіп жатқан бір дұғаларыңыз болды ма? Сол жайлы айта аласыз ба?
Иә, мен қажылыққа барам дегенде сонда көп адамдар дұғаларын жазып сөйтіп жіберген. Маған сол жерде тілеші біз үшін деп. Но мен просто бір кішкентай бір нені айтып берейін. Бір достарымыздың қызына дұға жасадым. Сондай ұлды болса екен деп сол. И Алла тағаладан сөйтіп сұрап едім Арафатта. Алла тағаланың қалауымен сол ұлды болды. Ұлды болды. Умрадан келгеннен кейін, қажылықтан келгеннен кейін сіздер. Иә. Менің досым немерелі болды, қызы ұлды болды. Ол жаңағы енді дұғаның арасындағы бір уақытты айта аламыз ба? Қажылықтан кейін неше уақыттан кейін барып жаңағы сіздің дұғаңыздың қабыл болғанына көзбен көрдіңіз? Түсінікті. Бұл енді неге сұрап жатырмыз? Енді көріп отқан әрбір көрерменге айтқымыз келеді. Біз енді қолымызды жайып Алла тағаладан әрбір сынақтарымыз үшін, күнәларымыз үшін немесе бір қалауларымыз үшін дұға етіп жатамыз ғой. Алла тағала біздің әрбір дұғамызды қабыл етеді. Сол үшін міндетті түрде үнемі дұға етіңіздер. Дұға мұсылманның қаруы дейді ғой. Сондай мақсатта бір сіздерге айтып отырған жайымыз бар. Ал енді Алмахан қасиетті сапарға аттанатын кезде өзі дайындық кезеңі дейді ғой. Ең маңызды дүние деп мен өз басым солай есептеймін. Қажылыққа қалай дайындығың болды? Енді Аллахтың қалауы бар, бірақ та жалпы сол жақтағы барлық процестер де өтуіне тікелей әсер етеді деген секілді. Осы тұста көріп отқан көрермендерге екі нәрсемен бөлісе аламыз ба? Умра алдындағы дайындық, оның алғашқысы жаңағы рухани тұрғыдағы дайындық, екіншісі жалпы дүние деп қоямыз біз енді, жалпы қандай заттар не алып бару арқылы дайындалдық. Осы жайлы енді көрермендерге бір бөлісе кетсек, жалпы өзіңіз үлкен қажылыққа барар алдында рухани тұрғыда қалай дайындалдыңыз? Иә, енді мен бірінші Құран үйренуді қаладым. Сол Құран үйреніп, Құранды жаттау, Құранды оқу. Өйткені сол жаққа барғанда мешіттерде Құран оқуға болады, Құранды сол жерде сауабы көп болады екен. Намазда, кроме намаз это само собой, Құранды еще сол жақта отырып, мешітте оқып, дұға жасап, сол бір керемет екен. Құранды білген өте дұрыс екен. Құранды уметь читать Құранды, иә. Одан кейін қызмет саяхат өте бір керемет жақсы брошюралар берді. Сол брошюрада көп дұғалар жазылған, көп жақсы. Яғни алдын ала дайындық кітапшасын берілді? Да. Соның ішінде барлығы толықтай жазылған, бәрі сол жақта толы жазылған, иә. Сонда енді сондай дұғаларды жаттап, Кабаны айлағанда қандай дұғаларды айту керек, солардың бәрін жаттап барған дұрыс. Түсінікті. Керемет. Енді өзіңіз айтып отқандай рухани жағынан алатын болсақ, жаңағы Құран оқып бастадым дедіңіз. Енді көріп отқан 57 жасар кісілеріміз, әжелеріміз үшін бұл да бір мотивация болатын шығар деп ойлаймын. Өйткені енді қазір үлкен кісілерге көп айтатын жаңағы жауаптары Құран жаттамаудағы енді жасымыз келді, қай бір есте қалады дейсің деген секілді әртүрлі нәрселер айта бастайды да. Енді соны көріп отқан бір кісілер үшін үлкен бір мотивация болады деген ойдамын. Енді түсінікті, руханият жағынан Құран, дайындық сабақтары компанияның жағынан көрсетілген жаңағыдай берілген кітапшалар арқылы, өткізілген сабақтар арқылы дайындалған екенсіздер. Ол жағы түсінікті деп ойлаймын көрермендерге. Енді әрбір барам деген адам үшін компания тарапынан міндетті түрде алдын ала онлайн, офлайн дайындықтар өткізіледі. Руханият жағынан еш уайымдамаса болады. Одан бөлек енді жаңағы дүние жағынан ол жаққа баратын кезде өзіңізбен бірге чемоданмен бірге тағы қандай заттар алып бардыңыз? Ол да негізі көріп отқан әрбір адамдар үшін қызық деп ойлаймын. Өйткені көп осы сұрақ бізге қойылады. Өзімізбен бірге не апарсақ болады, не қатты керек болады ол жақта деген секілді да. Сол жайлы бір айта кетсек. Иә, енді былай самое главное не екен, өзімен көп көйлек алуға қажет емес екен. Өйткені сол жақта қазір бүгін кидің, кешке жақын жудың, ілдің, буквально 1-2 сағатта киімдерін бәрін кебеді екен. Сондай бір керемет. Сол үшін ойлаймын да, көп көйлек алу деген оны қажет емес екен. Енді андай, енді вот единственное зарядка, солар енді действительно керек.
терек телефонға, жабдықтар, иә түсінікті. сондай. Енді осыны мен де көріп жатам. Жаңа умраға барып жатқан өзімнің енді жақындарым да барды ғой. Сол кезде қарасам чемоданға киімдерді, заттарды, бүкіл нәрселердің барлығын жинап алып жатыр. Сонымен мен енді айтамын да үйдегілерге, ол жақта оның барлығы қажет болмайды. Бір-екі көйлек алсаңыз, бір-екі қолданатын гигиеналық заттарыңызды алсаңыз, қалған нәрсенің бәрін сол жақтан да сатып аласыз деген секілді ше. Рахмет Алма ханым. Енді келіп, енді қобалжып тұрғаныңызды түсініп тұрық. Сізге қазақ тілінде еркін сөйлеуде енді бір қиындықтар туғызып тұрған шығар, бірақ та соған қарамастан алтын уақытыңызды арнап келіп бізге өзіңіздің ойыңызбен, сезімдеріңізбен, пікірлеріңізбен бөлісіп жатқаныңызға көп рахмет. Енді бір қорытынды сөз ретінде көріп отқан көрермендерге өзіңіздің бір тілегіңіз бар ма, бір дұғаңыз бар ма, кеңесіңіз бар ма, сөз кезегі өзіңізде бір қорытындылап бір өзіңіз сөйлеп жіберсеңіз оқырмандарға. Не айтқыңыз келеді іштей? Іштей айтқым келеді, тағы да Алла тағаланың құдіреті керемет. Сеніңіздер, бұл өмірде қолдарыңыздан келгенше жақсылықтар көп жасаңыздар, зікір айтыңыздар. Алла тағала әр өзінің құлына Алла тағаланың көзқарасы, құлшылықты дұрыс жасасаңыздар, Алла тағаланың көзқарасы бәр өзінің құлдарына өте керемет деп ойлаймын. Түсінікті. Рахмет келгеніңізге. Мен де айта кетемін, әрбір көріп отқан оқырмандарымызға шынымен дұға етіңіздер, ниет етіңіздер, әрекет жасаңыздар. Алла қаласа, Аллахтың қалауымен міндетті түрде қасиетті мекенді көресіздер. Сол бақыт сіздерге де бұйырсын. Енді бүгін осындай бір керемет шығарылым болды. Алдағы уақытта енді осындай қажыларымызбен бірге болатын сұхбаттарды жиі шығаруға тырысатын боламыз. Сіздерден тек қолдау, әдеттегідей біздің осы сұхбатымызды соңына дейін көріп, астына ең үздік өзінің ойын, пікірін қалдырған 3 оқырманымызға Қызмет Саяхат компаниясының атынан қасиетті мекеннен сіздерге сыйлық табыстайтын боламыз. Сеніңіздер, дұға етіңіздер. Енді келесі шығарылымдарда сіздермен кездескенше қош сау болыңыздар.